Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университетінің құрамындағы кәсіби білім беру колледжі жетекшіміз Бейсенбаева Назерке Рахманқызы және де мен екінші курс студенті Әмірова Ақнұр және мен Мәлік. Университет аясындағы жобамыз қуат энергиялық сусыны. Қуат бұл денсаулыққа пайдалы табиғи ингредиенттерден жасалған энергетикалық сусын. Біз бұл презентацияда табиғи өнімдерді қолдана отырып, өзіміздің өндірістегі қуат энергетикалық сусын шығаратын боламыз. Қуат энергетикалық сусынның басты мақсаты ол адамдарға пайдалы табиғи химиялық заттарсыз қуат беретін энергетика. Сусынның құрамына келетін болсақ, ең бірінші бұл жерде кокос суы пайдаланылады, яғни бұл су байланысын сақтайды. Одан кейін банан қант пен калийдің көзі бар, яғни кальций болғандықтан бұл адамға энергия береді. Және спирулина ұнтағы бұл табиғи энергия күші. Және де асқабақ тұқымының үстіне келетін болсақ, бұл ауыз қуысындағы кальцийдің табиғи күші. Және біз медті, яғни балды энергетикаға дәм беру үшін пайдаланамыз. Және де жалғыз бұл адамды сергіту үшін пайдаланылады. Және де қуат энергетикалық сусынның біз пайдасы және зияны туралы айтып өтетін болсақ, бізде ол пайдасы табиғи энергия көзі. Қуат энергетикалық өнімінде бізде табиғи өнімдер бар, яғни біз ешқандай да химиялық қоспаларды қолданбаймыз. Және де ол денсаулыққа пайдасы сусын өте антибиотикаға өте бай, және де ол біздің иммунитеттік жүйемізді өз қалпына келтіреді және де оны әрі қарай байытады. Бұл энергетиканың тағы да бір пайдасын айтып өтсем, ол қант диабетімен ауыратын адамдарға әсер етпейді. Себебі біздің энергетикаға қант ұнтағы қосылмайды. Тек қана балдың құрамында аз мөлшерде болғаннан кейін бұл қант диабетімен ауыратын адамдарға пайдалы болады. Және де бір зиянын айтып өтсем, бұл артық тұтыну. Яғни кез келген энергетика артық тұтынған кезде оның бір зияны болады. Біздегі энергетиканың зияны көп пайдаланылған адамды артық салмақ қосылуына әкеледі. Себебі оның құрамында банан қосылған. Қуат энергетикалық сусынның қасиеттері. Яғни оның ең бірінші қасиетіне тоқталатын болса, ол тез энергия. Яғни біздегі осы қуат энергетикалық сусынның ішінде бізде финиктер және де банандар бар. Ал бұл бізде тез сіңіретін көмірсулар қатарына кіреді. Және де осының әсерінен бұл бізге тез сергектікті сыйлауға көмектеседі. Ал екінші қасиеті бұл бізде ұзақ мерзімді энергия. Яғни біздің энергетикалық сусынымыздың құрамында бадам бар және де асқабақ бар. Осы дәндер бізге табиғи майлар сақталған бұның құрамында, және де осы нәрсені бізге ұзаққа жететін бізге күш береді. Кез келген адам үй жағдайында дайындай алады. Яғни бұл жерде бізде бірінші қадам барлық ингредиенттерді бірге араластырып аламыз және сергіту үшін екінші қадам жалғыз қосамыз. Және бұл сусынды міндетті түрде салқындатып ішу керек. Қазір біз сіздерге барлығын осыны дайындап көрсететін боламыз. Қажетті ингредиенттер асқабақ тұқымы және де бір дана банан, бір ас қасық бал, бір стакан кокос суы, спирулина ұнтағы және сергіту үшін жалғыз қосатын боламыз. Яғни үй жағдайында осындай өздеріңізге қажетті энергетика жасап алсаңыздар болады. Бізде барлық ингредиенттер мен құтының сыртын алған кезде барлығы 450 теңгеге шығатын қолжетімді үй жағдайында жасалатын энергетика пайда болды.
кем дегенде 30 дана құтыны 450 теңгеден сататын болса, күніне 13.500 теңге, және оған ингредиенттерге кеткен жаңағы 5000 теңгені алып тастасақ, бізде таза кіріс, таза пайда 8500 теңге шығады. Біз нәтижесіне келіп тоқталатын болсақ, нарықтағы сұраныстың артуы, біздің нарыққа табиғи өнімдерге деген сұраныстың артуы және табыстың бізге бұл нәрсенің табыстың өте жақсы түсетіндігі және денсаулыққа пайдалы өнімнің танымалуы бізде қазіргі уақытта табиғи ингредиенттер төмендей түсіп барады, ал соны бізге жоғары жетістікке жеткізудің бірден-бір жолы осы қуат энергетикалық сусынын шығару ұсынылады. Ал енді жаңа жұмыс орындары, бізде Қазақстанға жаңа жұмыс орындары, жаңа адамдар керек екендігі және де осы жұмыс орнын ашу арқылы біз адамдарға жұмыс бере аламыз және де қоғамдық әсер ету. Назарларыңызға рахмет. Біздің үй жағдайындағы өндірістің нәтижесі осындай.